Мысық пен тышқан. Қазақ халық ертегісі. Ала мысықтың кішкентай күнінен маңдайы терлеп, еңбек етіп, тамақ тауып ішкен күні жоқ. Басқа мысықтардай сарайдан тышқан аулау, қожасының ас суын тышқаннан қорғау деген онда да жоқ. Қайта тышқандарға қосылып алып, ет болса далаға алып кетіп, май болса қарынды тесіп, сүт қаймаққа түсіп, әбден тойып алып, пеш үстінде пыр-пыр ұйықтап жата береді. Ала мысықтың ұйқыға кеткенін біліп алған тышқандар қорқынышсыз ән салып, би билейтін болса керек. Ұры жалқау ала мысық сауған сүттен ұрлап ішіп, ет пен майға сыздап іші, ұйықтап жатыр сұлап түсіп. Шиқ, 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 тышқандарды жалқау дейді, түк білмейтін аңқау дейді. Үлкендерді ұры дейді, балаларды мылқау дейді. Шиқ, шиқ, шиқ. Тышқандар осылай әндетіп, үй еденінің астын думандатып жіберіпті. Мұны естіп, мысық шошып оянады да, тышқандардың мына әндерін естісе, қожайыным көзімді құртар деп қорқады. Сөйтіп ол мысық айлаға көшіп, сендер ойнап қуансын деп, қарны тойып жұбансын деп, ешқайсыңа тимеушем, зұлымдықты сүймеушем. Мяу, мяу, айтқаныма сене қойшы, маңдайыңнан иіскейін. Балапандар келе қойшы, ешқайсыңа тиіспейін. Мяу, мяу. Бұған тышқандардың кейбіреулері сеніп те қалады. Бірақ кәрі тышқандар жаны сақтығын білдіріп, біз мысыққа сенбейміз, айтқанына көнбейміз, өтірікші ол ұрлықшы, шақырса да келмейміз. Шиқ, шиқ, шиқ дейді. Бұған әбден ызаланған мысық едендегі кішкене саңылауды аңдып жатып алыпты. Мысықтың иісін алыстан сезетін ересек тышқандар саңылауға жоламайды. Жаңа ғана жүгіріп ойнап жүрген бала тышқан саңылаудан қылтиып шыға бергенде мысық бас салыпты. Баласының мысықтың қолына түскенін білген ата тышқан: «Мысеке, баламды жіберіңіз. Ертең осы уақытта сізге сыйлық беріп, апа қарындастарым мен барлық бала шағамды сіздің үйге жібергелі отырмын» депті. «Рас айтасың ба? Мяу» дейді мысық. «Рас айтам, мысеке, шиқ-шиқ» дейді тышқан. Мысық сөздеріңде тұрыңдар деп аузын аша бергенде-ақ бала тышқан зып беріп тақтайдың жарығына кіріп кетіпті. Баласын құтқарған тышқандар: «Қара ниет тана мысық, жүрген қаймақ ұрлап ішіп, енді бізден шықпайды ешкім, отыр солай тісіңді қышып». Шиқ-шиқ деп әнге басады. Мысықтың ұры әрі жалқаулығынан тышқандардың еркінсінуінен жалыққан үй иесі бәрінің де көзін жоғалтыпты. Өйткені олар ұрлықпен күнін көріп жүрген жалқаулар еді.